Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен осындай банановый пирогтың рецептісімен бөлісемін. Пирогымыз өте жұмсақ, видеодан көріп тұрғандарыңыздай оңай кесіліп тұр, өте балғын. Достар, қазір пирогтың ішін көреміз. Достар, бұл пирогтың рецептісі оңай, үйдегі бар заттардан жасауға болады, және де қонақтарыңызға да осындай пирог пісірулеріңізге болады. Достар, қараңыздар, міне видеодан қарап тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, балғын, және де ішіндегі начинкасы ешқандай ағып кеткен жоқ, сол қалпында өз күйін сақтап тұр. Пирогтың қамырына керекті ингредиенттермен таныса кетіңіздер. Бірінші дайындап қойған жұмыртқамызды саламыз, кейін қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді достар, үй температурасындағы тұрған сары майымызды саламыз да тағы да араластырамыз. Достар, видеодағыдай жақсылап майымызды да араластырып аламыз. Кейін аздап тұзымызды саламыз да тағы да араластырамыз. Достар, қамырымыз жұмсақ, песочный болу үшін видеодағыдай барлығын рет-ретімен жасасаңыздар, пирогтарыңыз жақсы шығады. Келесі достар, енді ұнымызға разрыхлительді қосып жақсылап араластырып аламыз. Енді екі консистенцияны бірге қоса отырып, жақсылап қамыр илейміз. Достар, қамырымыз міне дайын болып қалды. Міне жақсылап, ешқандай қамыр қалдырмай осылай илеп аламыз. Енді достар, дайын болған қамырымызды оқтаумен жазамыз. Ақырын жазуларыңыз керек, өйткені қамырымыз жыртылып кетуі мүмкін. Видеодағыдай формаларыңызға сәйкестендіріп жазуларыңыз керек. Достар, менің қамырым дайын. Енді бұл қамырды осындай 23 сантиметрлік формаға саламыз. Қамырымыз форма тәріздес шығу үшін қамырды жақсылап формаға отырғызып алуымыз керек. Енді осы шетіндегі қамырларды алу үшін оқтаумен үстінен басып шығамын. Сонда артық қамырлар алынады. Дайын болған қамырымызды формада осылай шанышқымен шаншып шығамыз. Енді осы формадағы қамырымызды формасымен бірге морозильникке 5 минутқа қоямыз. Достар, келесі біз пирогтың начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бірінші 3 бананды осылай турап аламыз да кувшинға саламыз. Туралған банандарымызды блендерден өткіземіз. Келесі таза ыдысымызға греческий йогуртымызды саламыз. Магазиннің қаймағынан аздап саламыз, және де қант салып жақсылап араластыру керек.
Достар, бұл пирогтың начинкасы автордан. Видеода көргендеріңіздей начинкасы өз қалпын керемет сақтап тұрды. Келесі бір жұмыртқаны саламыз, жақсылап араластырамыз да 2 ас қасық жүгері крахмалын, егер сіздерде жүгері крахмалы болмаса 2 ас қасық ұн салуларыңызға болады. Достар, жүгері крахмалымен 2 ас қасық ұн салуымыздың себебі начинкамыз піскен кезде жарылып кетпеу үшін және де пирогтың начинкасы өз қалпын жақсы сақтау үшін. Достар, енді жүгері крахмалы қосылған консистенциямызды жақсылап араластырып алуымыз керек. Дайын болған консистенциямызды блендерден өткізген бананның үстіне саламыз. Оны жақсылап араластыруымыз қажет. Достар, маған осылай кувшинда араластырылған ыңғайлы. Сіздер өз еркілеріңізде, сіздерге мұндай ыдыс ыңғайсыз болса, басқа ыдысқа салып араластыруларыңызға болады. Енді формадағы қамырымызды морозильниктен алып, оның үстіне осылай начинкасын құйып шығамыз. Начинкада воздух қалмау үшін осылай видеодағыдай жасауларыңызға болады. Міне достар, менің банановый пирогым дайын болды. Мені қолдап, маған тіркеліп, лайк баса кетіңіздер.